Сәлеметсіздер ме, құрметті қымбатты Таро әлемнің көрермендері және қонақтары, бүгін сіздерге айлық жорамал ұсынамын. Ақпан айында мерген белгісін не күтеді? Ақпан айы қалай өтеді? Болжамды мен екі колода карт арқылы жасайтын боламын. Ол бізде Таро светлых провидцев және Таро вейта арқылы жасалатын болады. 5 карта шығарамыз және ақпан айын қарайтын боламыз. Мергендерді ақпан айында не күтеді? Таро вейттан қандай сыйлық, мергендерге сыйлық, ақпан айының сыйлығы, ақпан айының сыйлығы мерген белгісіне, ақпан айының сыйлығы мерген белгісіне. Болжамыз дайын, қарайық. Мергендер, сіздердің карталарыңыз шықты. Ол бізде сіздің стихияңыз, рыцарь жезлов шықты. Рыцарь жезлов ол сіздің стихияңыз. Ол сіз бізде огненный знаксыз. Рыцарь, сіз бір нәркеге асығасыз, ақпан айда бір нәрсені бітіруге, бір жұмыста көп жерге барып келу болады ма? Сондай сізде бір асығыс болу мүмкін. Және эмоцияңыз арту мүмкін, бір жерге көп жерге барып келу көп болу мүмкін. Ашушаңдық танытасыз, асығыстық танытуыңыз мүмкін. Келесі сіздің картаңыз король жезлов шықты. Фигурная карта, бір ер адам, ол жұлдыз белгісі бойынша сіз секілді мерген болу мүмкін, немесе арыстан болу мүмкін, тоқты болу мүмкін. Осындай бір ер адам сізде қарым-қатынас болады, өз ісін білетін, тез жылдам сөйлейтін, тез іс-әрекет жасайтын бір шыншыл ер адам мен қарым-қатынас болады сізде. Келесі двойка кубков. Двойка кубков ол бізде жақсы карта. Сіз жұмыс іздеп жүрсеңіз, өзіңізге жақын, жаныңызға жақын бір жұмыс табасыз. Және ол бізде махаббаттың картасы. Махаббат өзіңізді, екінші жартыңызды кездестіресіз. Біреумен ұрсысып жүрсеңіз, татуласасыз, көңіл күйіңіз өте көтеріңкі болады. Осындай сізде бір өзіңізге жақын адам табасыз ба. Келесі сізге король мечей түсті. Сізде айыңызда көп адам болу мүмкін. Тағы бір король, ол бізде бір ер адам, жұлдыз белгісі бойынша егіздер, соқиғыш болу мүмкін. Осындай ер адаммен сізде қарым-қатынас болады, жұмыста немесе қоғамда. Өз өте ақылды, шыншыл, тек қана ойға, санаға салып қана шешім қабылдайтын, мамандығы бойынша дәрігер болу мүмкін, хирург болу мүмкін, мұғалім, заңгер секілді маман иесімен сізде қарым-қатынас болады. Және сізге двойка пентакль шықты. Двойка пентакль ол бізде екі жерден сізге табыс келу мүмкін. Табысыңыз болады, бірақ аз, және әрқашан осы ақпан айында сіздер таңдау тұрады, қай жерге ақша жұмсау, қалай жұмсау. Бір затты алғанда сізде сұрақ туындайды, алу, алмау, және бір ақшаны әрқашан келген ақша орнын табып тұрады сізде. Осындай сізді ақпан айы күтеді. Старший аркан жоқ, барлығы сіздің қолыңызда. Енді қандай сыйлық күтеді сіздерді? Сіздерге тройка пентакль шықты, жақсы карта. Сыйлық ретінде сіз осы көп сізде
қуаныш болады, туған күн болады, бір тойлау болады, достармен кездесіп уақыт өткізесіз, бір мерейтой мерекелерге бару секілді жақсы уақыт өткізу болады сізде. Мергендер, осындай сізді ақпан айы күтеді. Арнаға жазылыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға аман сау болыңыздар.